Түркістан қаласының полиция басқармасына жергілікті тұрғын әйел арызданып, 14 жасар қыздың із-түссіз жоғалып табылмай жатқандығын хабарлаған. Алғашқыда қызды өздіктерінен туыстарының үйіне іздеп табамыз деп ата-анасы әрекеттенген. Ақыры нәтиже шықпағаннан соң полиция қызметкерлерінің көмегіне жүгінген. Аталған жайтты бірден тіркеуге алған полиция қызметкерлері 8-ші сынып оқушысын табу үшін учаскелік полицейлер мен жедел уәкілдерді тартады. Олар жоғалған қызды тез арада табу мақсатында такси жүргізушілерінен көріп немесе білу мүмкін деген адамдардан сұрастыру жұмыстарын жүргізеді. Сонымен қатар қыздың әлеуметтік желідегі парақшаларына арнайы мамандар арқылы шығып, қыздың жүрген жерін топшылайды. Осындай жедел шаралардың арқасында өз істеріне мұқият кіріскен түркістандық полицейлер қыздың әлеуметтік желіде жігітпен танысып, Шымкент қаласына өз еркімен қыдырып кеткендігін анықтады. Тәртіп сақшылары қызды мегаполистен тауып, аман-есен үйіне жеткізді. Қуаныштан көздеріне жас алған анасы мен әкесі қыздарының дін аман табылғанына қуанып, полицейлерге ерекше алғыстарын жеткізді. Түркістан қаласының полиция басқармасына арызданған болатынмын. Сол полиция қызметкерлеріне алғыс айтамын. Қызымды қай жерде жүргенін анықтап, маған тауып әкеліп бергендері үшін алғысым шексіз. Түркістан облысының полицейлері барлық ата-аналарға балаларына үйден үлкендердің рұқсатынсыз шықпау керектігін үнемі ескертіп, оларды бақылауда ұстау керектігін ескертеді. Сонымен қатар жасөспірімдердің өтпелі кезең уақытын бастарынан кешіретіндіктерін ескере отырып, олардың пікірлерімен санасып, дос ретінде сөйлесіп тұру қажеттігін де айтады. Айгерім Дәулетбекқызы, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.